Ассаляму алейкум. Пеште пісірілген өте дәмді бүтіндей тауықтың етін даярлап көрсетемін. Ең алдымен бисмиллах деп бүтін тауық етін жуып талап даярлап қоямыз. Енді 2 литр салқын суға, 1 литр суға 1,5 ас қасық, 2 литр суға яғни 3 ас қасық тұз саламыз. 2 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық кориандр татуына қарай. Қалауыңызша сарымсақты аз немесе көп мөлшерде қоссаңыз болады. Және де бұл маринадқа өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қосып араластырып даярлап аламыз. Кейін бір құтыдағы 100 дана тіс шұқығышты тауықтың етінен сүйегіне дейін тиіп тұратындай етіп қадап түйреп шығамыз. Бұл тауық етінің маринады барлық сүйегіне дейінгі ет аралығына өтіп, балғын дәмді болуы үшін түйрейміз. Тауықтың екі жақ сан, арқа, алдыңғы тұстарының барлық етіне түйреп алғаннан кейін дайын тұрған маринадқа саламыз. Үстін бір ауыр затпен минимум 6-7 сағатқа, максимум 12 сағатқа басып маринадталу үшін қалдырамыз. Міне 12 сағаттан аса уақыт өткеннен кейін тауық етін шығарамыз да түйрелген тіс шұқығыш ағаштарды барлығын алып, 1-2 мәрте шайып, тіс шұқығыштарды кептіріп өз құтысына салып, тағы да бірнеше мәрте пайдалануға болады. 8 түйір картопымызды орташа етіп бөліктерге бөлеміз де тауықты маринадтаған маринадымызға салып, тауықты әзірлеп болғанша қалдырамыз. 2 ас қасық өсімдік майына 2 шай қасық паприканы араластырамыз. Тауық етінің екі жақ бетіне де толықтай жағамыз. Тауықтың етін пергамент қағаздың үстіне орналастырамыз да, және маринадта картопты алып, тауықтың айналасына орналастырып, өсімдік майы араласқан паприканы үстіне жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып даярлап алғаныңыз жөн. Және де 1-2 шымшым тұз себеміз картопымыздың үстіне. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 1,5 сағатта пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын. Ас мәзір ұнаса арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, балғын дәмді тауық еті әзір болды. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.